Ұстаздар, мен сіздерге суретті жандандыратын сайттың ссылкасын жіберген болатынмын. Осы жерден қарайсыздар, қараңыздар, суретті жандандыратын сайт ссылкасы деп тұр. Осыған кіресіздер, телефон болсын, ноутбук болсын, екеуімен де кіре беруге болады. Міне кіргеннен кейін скачать приложение деп тұр. Приложениені жүктейсіздер, солай приложениені жүктеп аласыздар өздеріңізге. Мен ноутбукпен кіріп отырмын. Одан кейін әрі қарай Google аккаунттарыңызбен кіресіздер өздеріңіздің. Сосын Google аккаунтпен кіргеннен кейін мына жерде создать видео деп тұр. Осыны басасыздар, создать видео. Менде осы жерде тұр, онсызда енді әрі қарай менде өзімнің жасаған нелерім, жұмыстарым, қазір осыны дәл осылай қылып тірілтетін боламыз. Әрі қарай менде кішкене сет аз болып тұр, не болып тұр, дұрыс болмай тұр, сондықтан ұзақ тұр. Енді мына жерге мен создать видео деп бастым ғой. Міне мына жерге мына қараңыздар, опишите контент, который хотите создать дейді. Осы жерге осы қоянды саламын. Қоянды салдым. Міне дәл осындай қылып жыбырлатып береді қазір бізге. Енді мына жерге жазамын. Заяц ест морковку и прыгает деймін. Сосын создать деп басамын. Қазір көреміз. Мен өзімді жасадым, динозаврға мінгізіп. Міне біздің видеомыз дайын болды. Қараңыздар. Қоян. Күшті, осындай. Қараңыздар, сурет бейнелеу өнерінен сабақ беретін болсаңыздар, немесе кез келген психолог болсаңыздар, осылай балаларды бір сергітіп алсаңыздар күшті. Мен оқу орталығының балаларына жасап көрдім. Күшті.